Сезімталдық бізде сырттан келген тітіркенгішті, әртүрлі заттарды сезіп, ажыратуды айтамыз. Суретте көріп тұрғанымыз бізде жан асу, температураны сезу, одан кейін ауырсынуды сезу сезімдері болады. Яғни жан асу біздің қолымызды басқа бір адам ұстаған кезде немесе бір затқа тиген кезде біз жан асу сезімін сеземіз. Ал температураны сезіну, яғни бізге қолымызға мұздай немесе ыстық зат, спичка жаққан кезде біз температураны сезінеміз. Ауырсынуды сезіну ол бір затпен бізді ұрғанда немесе қолымызды кесіп алғанда ауырсыну сезімі пайда болады. Келесі бізде сезімталдықтың жіктелісі жалпы және арнайы болып бөлінеді. Кейбір ғалымдар осы арнайыны интерорецептивтің ішіне кіргізіп жібереді. Жалпы ол бізде жай және күрделі болып екіге бөлінеді. Жайдың өзі бізде үшке бөлінеді. Ол экстрарецептивті, проприорецептивті және де интерорецептивті. Экстрарецептивті дегеніміз ол бізде беткей деп аталынады, яғни жаңағы айтып өткеніміз ауырсыну, температура, жан асу, олардың барлығы біздегі беткей сезімталдыққа жатады. Екінші бізде проприорецептивті сезімталдық, яғни ол терең сезімталдық деп айтылады. Бұлшық пен буындардағы дірілді сезу, қысымды, салмақты, кинестетиканы сезудің барлығы да осы терең сезімталдыққа кіреді. Үшінші бізде интероцептивті, ол бағанағы ішкі ағзаларда болатын сезімталдық, яғни оған арнайыны кіргіземіз деп айттық қой бағана. Ішінде көру, дәм сезу, иіс сезу, көру, есту сезімдері кіреді. Келесі бізде күрделінің ішіне орналасу сезімі, дискриминация сезімі, екі өлшемді кеңістік сезімі, стереогностикалық сезімдер кіреді. Жалпы бұл күрделіні қазір түсінбей отқандарыңызбен зерттеу әдістеріне келген кезде түсініп алатын боласыздар. Жалпы бізде осы сезімталдықтың барлығын сырттағы рецепторлар арқылы қабылдап, импульс бізде жұлынға беріледі, жұлыннан ары қарай миға беріледі. Біз ол үшін жұлынның бөлімдерін біліп алуымыз қажет. Жұлынның ортасында орналасқан орталық канал. Жалпы жұлынды барлығымыз білетіндей, ол ақ және сұр заттан тұрады. Ақ дегеніміз ол сыртындағылары, ал сұр дегеніміз ол ортасындағы мына көбелекті айтамыз. Орталық канал осы сұр заттың ортасындағы канал. Ақ спайка дегеніміз ол оң және сол жақ бөліктерді қосып тұратын бөлім. Келесі бізде ақ заттың қанаттары, ал сұр заттың мүйіздері болады. Бірінші ол артқы қанаты ақ заттың, екінші ақ заттың бүйір қанаты және де ақ заттың алдыңғы қанаты болып бөлінеді. Енді сұр затқа келетін болсақ, сұр заттың артқы мүйізі сәйкесінше алдыңғы мүйізі болады. Бұлардың барлығы бағана айтып өткеніміздей кескіндер түрінде берілген. Негізі ол бұлай орналасып, терідегі, қолдағы, әр жақтағы рецепторлардан келіп жұлынға келеді. Жұлыннан ары қарай, жоғары қарай басқа беріліп отырады. Сол үшін бізге түсініп алуымыз қажет. Бізде талдайтынымыз беткей және терең сезімталдықтардан өту жолы. Бізге ең бірінші бұл беткей сезімталдық 3 нейроннан тұрады. Бірінші нейрон жұлын ганглиінде орналасады. Теріде, рецепторда емес, жұлын ганглиінде орналасады. Екінші нейрон беткей және терең сезімталдықта әртүрлі жерлерде орналасады. Үшінші нейрон таламуста орналасады. Оны қазір бір рет айтып өткеннен кейін түсініп аласыздар. Ең бірінші бізге теріден рецепторлар сезінеді. Терідегі рецепторлар жан асуды, бағанағы температураны, немесе біздегі температураны, жан асуды, немесе ауырсынуды сезеді де бірден біздің жұлындағы ганглиге келеді. Бұл жерде бірінші нейронға келді деген сөз. Бірінші нейроннан ары қарай жұлынның біздегі артқы бөлімі арқылы сұр затына кіреді. Сұр заттың ішінде бізде екінші нейрон орналасады. Екінші нейроннан ары қарай ол осы жерде қарама-қарсы бетке өтеді, яғни оны біз қиылыс деп атаймыз. Спайкадан 2-3 сегмент жоғары қиылыс жасап, тура бағытта сопақша миға, көпірге, ортаңғы миға және де бағанағы біздегі
таламусқа жетеді. Таламустан ары қарай біздегі ішкі капсуланың артқы аяғының 1/3-нен өтіп, біздегі гирус постцентралиске барады. Түсінікті деп ойлаймын. Бірінші нейрон жұлындық ганглийде, екінші нейрон сұр заттың артқы бөлімінде, артқы мүйізінде орналасады. Одан кейін үшінші нейрон бізде таламуста орналасады. Рецептордан температураны сездік, ганглийге келді, сұр заттың ішіне кірді, миға барды. Ауырсынуды сезімді сездік. Келесі бізде терең сезімталдықтың өту жолы. Терең сезімталдық. Буын бұлшық еттегі сезімді сездік, жұлындық ганглийге келді, жұлындық ганглийде бірінші нейрон орналасады. Енді бұл ары қарай барады да, жұлынның сұр затына кірместен, жұлынның артқы бетіндегі ағзатындағы гол және бурдах пучоктары арқылы сопақша миға қарай өтіп кетеді. Сопақша миға барып, сопақша мида да дәл бағанағыдай гол және бурдах денешіктері болады. Солар арқылы бұл жерде екінші нейрон түзіледі. Гол дегеніміз бізде сезімді аяқтан сезеді, ал бурдах дегеніміз жоғары қолдардан сезініп отырады. Екінші нейрон дәл осы жерге келеді де, ары қарай қиылыс жасап, қарама-қарсы бетке өтіп, көпірге, одан кейін бізде ортаңғы миға, таламусқа барады. Таламустан ары қарай ішкі капсуланың артқы аяғының 1/3 сәулелі тәж арқылы біздегі гирус постцентралиске барып орналасады. Бағана айттық қой, екінші нейронда ғана айырмашылық бар деп. 1 мен 3 нейронның орналасу аймағы тереңде де сезімтал, беткейде де екеуінде бірдеймін. Екінші нейрон беткейде жұлынның сұр затының ішінде, ал терең сезімталдықта ол сопақша мида орналасады. Сезімталдықты сездік, ми сабауындағы бағана сопақша ми, көпір ортаңғы ми арқылы гирус постцентралиске барады. Осы кезде жаттап алуларыңыз керек. Гирус постцентралис бізде сезімталдықты сезеді, ал гирус прецентралис қимылды қамтамасыз етеді. Яғни импульс барды, постцентралиске барды, постцентралис өндеді де прецентралиске қарай береді. Прецентралис уже бізде әрекетті пайда қылады. Яғни сіз қолыңызды ыстық чайникке қойдыңыз, ол бірден ауырсынуды сезді, и сіз гирус прецентралистің берген сигналы арқылы қолыңызды тартып аласыз. Бұл суретті көбісі түсінбеуі мүмкін, мен де түсінбеген басында. Бұл мидың мынандай кескіні, ортасынан кескенде кескіні. Бұл не, аяқ, қол, бет деп ойлағам. Ең бізде жақын орналасатыны, бағанағы ортаңғы бөлікке жақын орналасатыны аяқ, одан кейін қол, одан кейін бет. Яғни бізде аяқтағы болатын ауырсыну сезімдерін, жалпы сезімдерді аяқта болатын болса, ол тез жетеді. Ал қол аяққа қарағанда сәл баяулау жетеді, кейінірек жетеді дейікші. Ал беттегі сезімталдық қолға қарағанда уақыт жағынан енді сәл төмендеу болып келеді. Бұл сурет түсінікті деп ойлаймын. Енді зерттеу әдістеріне келейік. Бағанағы бетке және терең сезімталдықты сезу үшін бізде арнайы неврологияда осындай өздерінің лопатка балғашықтары болады. Ең бірінші біз бетке сезімталдық жайлы айтып өтейік. Беткейді осы 3 зат арқылы зерттейді. Яғни ауырсыну сезімталдығы түйреуіш немесе балғашықтың арт жағында осындай болады. Сол арқылы денені симметриялы түрде біз тері үстінен жай-жай басып түйреп көреміз. Ауырсынуды сеземе, екі жақта бірдей сеземе, соны анықтаймыз. Ауырсынуды анықтадық. Екінші бізде жанасу сезімталдығы. Жанасуды біз мақта немесе осындай бағанағы перо қанат деймі, құстың қанаты ма не, перо арқылы зерттейді. Яғни теріге бүйтіп жанастырып өтіп көреміз. Науқас жанасуды сезеді ме, сезбейді ме? Келесі бізде пробирка арқылы біз температураны сеземіз. Яғни бір пробиркаға біз 40 Цельсий градустағы суды құямыз, ал екіншісіне 18-20 Цельсий градустағы суды құямыз да науқастың дене бөліктеріне тигіземіз. Қай жақта жылуды сезіп тұр, қай жақта салқынды сезіп тұрғанын сол арқылы анықтайтын боламыз. Келесі бізде
терең сезімталдықты сезу жолдары. Зерттеу әдістері. Яғни бірінші біз бұлшықет буын сезімталдығын анықтау үшін қолдарды, буындарды бүгіп жазып көреміз. Саусақтың ұшынан бастап зерттеуді жасаймыз. Екінші бізде діріл сезімі. Камертон деген аппарат арқылы біз науқастың столдың үстіне камертонды ұрып, мынандай шығып тұрған сүйектер жеріне камертонды тигіземіз. Науқастың дірілді сезіп сезбей жатқандығын анықтаймыз. Шынтаққа, сүйектердің көбінесе шығып тұрған жерлеріне мына камертонның бас жағын осылай қоямыз. Келесі бізде батыру, сығу сезімі, яғни науқастың саусақпен немесе парестезометр аппаратымен батыра отырып қысым көрсетеміз. Ол қысым сезудің әртүрлі деңгейлерін ажырата алуы керек. Және де салмақты сезіну дегеніміз науқастың екі қолын алдыға қарай созып, алақан бетіне салмағы әртүрлі заттарды береміз. Науқас айту қажет, қай жақта ауыр, қай жақта жеңіл. Сол арқылы біз салмақты сезінуді тексереміз. Келесі бізде кинестетикалық сезімді анықтайтын боламыз. Яғни дәрігер саусағымен науқастың терісінен осылай қатпар жасап, жоғары, төмен, оңға, солға созамыз. И науқастан сұраймыз, қай жаққа қарай бағытталып жатыр деп. Осымен біздің терең бұлшықеттің терең сезімталдықты зерттеудің әдістері бітті. Келесі бізде енді күрделі сезімталдықты зерттеуіміз қажет. Бағана басында өткендей айтып өттік қой біз бағана. Орналасу, дискриминация, екі өлшемді кеңістік, стереогностикалық сезімдерді осы зерттеу әдістерінен түсініп аламыз. Ең бірінші орналасу сезімі. Яғни біз науқаста бағанаға қолмен немесе оқтау тәрізді заттармен немесе молотокпен бағанағы балғашық тәрізді заттармен науқастың әр жерінен бүйтіп түртеміз. Кәдімгі саусақтың ұшымен түртеміз, сол жақ түртеміз. И науқастан сұраймыз, қай жеріңізді түрттім деген сияқты. Неврологиялық науқастарда ол науқас сезінбеуі мүмкін қай жерін түрткен, немесе аллохерия деген бар. Науқастың оң қолынан түртсек, ол сол қолым деп сезінеді бағанағы. Келесі бізде дискриминациялық сезім, яғни екі бірдей тітіркенгіштік арақашықтығын анықтауымыз қажет. Вебер деген циркуль арқылы осылай науқастың екі ұшын аламыз да, арақашықтығын былай 10 сантиметр қыламыз, 20 сантиметр қыламыз да, науқастың мысалы қолының жоғары немесе қолының төмен жағынан екі ұшын қоямыз. И сұраймыз, қанша нүкте сезіп тұрсыз? Ол 2 нүкте деуі мүмкін. Немесе кейде екеуін қатты бүйтіп жақындатқан кезде 1 нүкте деп айтуы мүмкін. Бізде негізі ең сезімтал ол алақанға 2 нүктені нақты сезеді. Бірақ арқа аймағындағы нервтендіруге байланысты арқада біз қанша алшақ бүйтіп қойсақ та, арқада 1 нүктені сезіп тұрмын деп айтуы мүмкін. Яғни біз қалыпты мен патологияны шатастырып алмауымыз қажет. Келесі бізде екі өлшемді кеңістікті сезу. Мына теріге аламыз да, науқастың қолына, әр жеріне әріп немесе санды жазамыз. Мысалы 5 деген жазамыз, немесе домалақ қылып сызамыз. Және науқастан сұраймыз. Мен көзін, барлық жағдайда науқастың көзін жұмдырып қоямыз. Мен ұмытып кетіппін ғой. Науқастың көзін жұмамыз да, қандай әріп жаздым, не сызып жатырмын дейсің, немесе мына жерге плюс сызамыз да, не сыздым деп ойлайсыз, мұқият болыңыз деп науқастан сұрастыру жасаймыз. Ең соңғы біздегі ол стереогностикалық сезім, яғни науқастың көзі жұмулы түрде науқастың қолына зат береміз. Мына жердегі мысалы науқастың қолына әртүрлі көлемдегі заттарды береміз де, одан сұраймыз. Мысалы біз щетканы берейік. Көлемі қандай, не сезіп тұрсыз, консистенциясы қандай зат деп ойлайсыз деген сияқты. Допты береміз де, мысалы домалақ, қатты, жұмсақтау болып тұр, қатты болып тұр деген сияқты зерттеу әдістерімен осы сезімталдықтың түрлерін анықтаймыз. Басты бұл жердегі түсіну керек заттарымыз сіздердің терең және бетке сезімталдықтан өту жолы не үшін керек, яғни импульстың миға бару үшін керек болады. Және де оған қарсы
жауапты тудыратын бізде гирус прецентралистен келетін пирамидалық жол, ол туралы біз келесі сабақта талқылайтын боламыз. Каналға жазылып комментарий жазып өтіңіз.